бір жігіт үйінен жуынып, шайынып, әтірін сеуіп, қолына гүлін алып, шықты кешке қарай. Ниеті бір қызбен кездесу. Ар жағындағы ниеті тағы да белгілі, яғни зина жасамақшы. Әлгі қыздың үйіне барған кезде қыз айтты, анам келіп қалды, мен шыға алмаймын деді. Болмаса бұл бүкіл бағанағы ниеттеніп, алатын нәрсесін алып, керек нәрсесін, мысалы бағанағы квартирасын жалдап дегенде пәтерін жалдап, барлық керек нәрселерді жасап қойды. Ниеті әлгі күнәні істеу. Бірақ қыз үйінен шыға алмай қалды. Сонымен бұл боқтанып, бағанағы жынданып, сөйтіп қайтты. Бұған енді сол зинаны жасады деген күнә жазыла ма? Иә, зинаны жасады деген күнә жазылады. Неге? Өйткені ол сол нәрсеге кірісті, әрекетін жасады. Барлық әрекетін жасады, бірақ бір нәрсе себеп болып, ол соны жасай алмай қалды. Мысалы болмаса барды да әлгі ақша шығарам деді, банкоматта болмады, әйтеуір мысалы сондай бір себеп болып қалды. Немесе тағы басқа бір себеп болып қалды. Әйтеуір бір нәрсе бұның қалауынсыз орын алды да, сонымен бұл ниеттенген нәрсесін жүзеге асыра алмады. Ниеттенген нәрсесін істей алмады. Бұған сол күнә жазылады. Неге? Өйткені ол соны істеуге ниетті еді.